Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз сіздерменен қазақ әдебиеті сабағын бастаймыз. Бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз еңсегей бойлы ер есім жырының көркемдік ерекшелігі деп аталады. Оқу мақсаты: кейіпкерлердің іс-әрекеті мен автор берген портреттік мінездемені салыстырып, тарихи және де көркемдік құндылығына баға беру. Шығармадағы көркемдегіш құралдың қолданысын талдау. Бағалау критерийлері: кейіпкерлердің іс-әрекеті мен автор берген портреттік мінездемені салыстырып, тарихи және көркемдік құндылығына баға береді. Шығармадағы көркемдегіш құралдың қолданысын талдайды. Толғаудың тарихи және де көркемдік құндылығын ұлттық құндылықтар негізінде талдайды. Балалар, біз жаңа сабағымызды бастамас бұрын сіздерменен қазіргі заман жыршысы Бекболат Тілеуханның «Алаш ұраны» атты толғауын бірге тыңдайық. Елім дегендер қамын жегендер, адал өрендер, намысы қайнағандар, ел үшін ар үшін қайратын қайрағандар, қазақтың бағы үшін. Сақтан алашым иманың жиғанын байқа аңғалым, жат қылар жанашырды, дос қылар жаманды, әзәзіл аярлар бар, айырар арамды. Барында сатқандар, тою үшінде тонында арын сатқан, құлданған санасы, ел мен жер бізге аманат, алаштың баласы. Рухың кешегі қайда, қазағым қайда барасың, мұңым сен жатсам тұрсам жанымның ардағы, бауырлық бірлігінде бағыңның орнауы. Жақсы балалар, қазіргі заман жырауының толғауын тамашаладық. Енді сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Үй тапсырмасын пысықтау мақсатында төменде берілген сұрақтарға жауап береміз. Жыраулар поэзиясының тақырыбы қандай? Оларға қандай ерекшеліктер тән болған? Жиенбет жырау туралы не білдіңіздер? Жиенбет жырау толғауларының тақырыптарын атаңдар. Еңсегей бойлы ер есім толғауында есім хан қалай бейнеленген? Өзі туралы жырау не дейді? Жыраулардың хандықтың идеологына айналу себебі неде? Жиенбет жыраудың толғауы неліктен есім ханға арналған? Жиенбет жырау толғауының ерекшелігі неде? Жақсы, енді жаңа сабағымыздың тапсырмаларына көшейік. Бірінші тапсырма: толғауда кездесетін троптың түрлерін тауып, осы толғаудың идеясы мен тәрбиелік мәнін аша отырып, балық қаңқасына үлгідегідей түсіріп көрсетеміз. Дәптерге жазбаша түрде орындаймыз. Дескриптор: троптың түрлерін толғаудан табады, идеясын анықтайды, тәрбиелік мәнін ашады. Өзіңді тексер айдары бойынша өзімізді тексерейік. Теңеу: менің ерлігімді сұрасаң, жолбарыс пенен аюдай, өрлігімді сұрасаң, жылқыдағы асау тайыңдай, зорлығымды сұрасаң, бекіре менен жайындай, беріктігімді сұрасаң, қарағай менен қайыңдай. Бұл жердегі теңеулер: жолбарыс, аюдай, жылқыдағы асау тайыңдай, бекіре менен жайыңдай, қарағай мен қайыңдай деген сөздерден көрініс тауып тұр. Ассонанс: арқаға қарай көшермін, алашыма ұран десермін, ат құйрығын кесермін. Ат суырын
берермін, ат сауырын берермін, алыста дәурен сүрермін. Бұл жердегі дауысты а дыбыстарының қайталанып келіп тұруы. Аллитерация. Талшар баққа мал сақтап, тас қалаға жан сақтап, тасқан екен мына хан. Қайырылып қайыр қылуға, қылығың жоқ ұнаған, қайратым қайтша, қанша қайтса да. Бұл жердегі т, қ деген дауыссыз дыбыстарының қайталанып келуінен аллитерация болып тұр. Жырдың негізгі идеясы. Ел ішінде болып жатқан оқиғалар, беделді тұлғаларды дәріптеу, ішінара алауыздықты тыю, мәңгілік ел болуға үндеу. Тәрбиелік мәні. Жастарды, жалпы халықты өз елінің патриоты болуға насихаттау. Екінші тапсырма. Шығарманың тарихи құндылығына баға беріңіз. Бұл жерде толғауда берілген құндылықтар қай жерде, толғаудың қандай жерінде көрініс тапқан, және де осы құндылықтар кейіпкердің, автордың қай әрекетінен көре аламыз. Соны кестеге түсіріп жазамыз. Дескриптор. Толғаудағы құндылықтарды анықтайды, тарихи құндылығына баға береді. Балалар, аяқталмаған сөйлем әдісі арқылы бүгінгі сабағымызды қорытындыласақ. Бүгін не білдіңіздер? Сіздер үшін не қызықты болды? Және де қандай тапсырмаларды орындау сіздерге жеңіл болды? Үйге тапсырма. Дербес пікір тәсілі арқылы, егер мен Жиенбет жырау сияқты Есім хан дәуірінде өмір сүрсем, не істер едім деген сұраққа жауап беріп, ой толғау жазып келу. Назар қойып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Осымен бүгінгі біздің қазақ әдебиеті сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.